Қайырлы күн достар. Бүгін бізде рубрика тез және жеңіл. Кешке жұмыстан асығып келгенде немесе уақыт тығыз болғанда дайын болатын тағамдардың рецептісін ұсынатын боламын. Бүгін бізде осындай фрикаделькилар қалаған гарниріңізбен жасасаңыз болады. Кеттік, бірге жасап көрейік. Ең алдымен 2 тілім нанға су немесе сүтті құйып, осылай жібітіп қоямыз. Сізге қалай ыңғайлы, шанышқымен болса шанышқымен немесе қолмен мыжып қоюға болады. Сосын пиязды майдалап тураймыз және чеснок, сарымсақ яғни. Оны да майдалап турап дайындап қоямыз. Жаңағы нанымызға қайта келеміз. Үстіне фаршымызды саламыз, жақсылап тұрып қолымызбен араластырамыз. Және жұмыртқа, татымына қарай тұз, бұрыш, тағы да қосатын дәмдеуіштеріңіз болса қоссаңыз болады. Және жақсылап араластырып, ауасын шығарып, ұрып аламыз. Содан соң қасықтың көмегімен немесе қолыңызбен қалай сізге ыңғайлы біркелкі етіп, осындай шар тәріздес фрикаделькиларды жасап шығамыз. Осылай кішірек қылып жасасаңыз, сүйкімді, тартымды болып шығады. Сосын табамызға аз ғана май құйып, үстінен жаңағы пиязымызды, сарымсақты қосып, жақсылап қызарғанша қуырамыз. Жақсылап қызартып қуырып болғаннан соң, стаканға 1 қасық томат салып, 100 грамм су құйып, 1 қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Егер сізде помидор болса, онда тіптен жақсы помидор қоссаңыз болады. Үстінен осылай жаңағы массамызды құямыз. Сосын жақсылап араластырып, қайнататын боламыз. Қайнағаннан соң татымына қарай тұз, қара бұрыш, орегано, базилик, қандай да дәмдеуіштеріңіз болса, өз қалауыңызша қоссаңыз болады. Менде осы дәмдеуіштер болды. Сосын жақсылап араластырып, 2-3 минут қайнағаннан соң, жаңағы дайындап қойған фрикадельктерді үстіне саламыз. Байқап, өте баяу салу керек және бірден араластырмаңыз. Қатты 2-3 минут қайнатып, тек қана содан кейін араластырыңыз. Екі-үш минут қайнап, жаңағыдай араластырып болғаннан соң 10-12 минут бұқтырыңыз. Менде бүгін езілген картоп гарнирға, соны дайындап жатырмын. Біздің тамағымыз дайын болды. Дайын болған гарнирдің үстіне жаңағы фрикадельктарды саламыз. Жарты сағат дегенде біздің осындай кешкі немесе түскі асымыз дайын болды. Кәделеріңізге жарасын. Қалаған гарнирмен ұсынсаңыз болады. Менде бүгін тағы осылай қосымша спагетти, күрішпен де берсеңіз болады. Егер де рецепт ұнаған болса, пікір қалдырыңыздар. Жазылмаған болсаңыздар, менің каналыма жазылып кетіңіздер. Егер сізде үйде ас көп болса, ас көк салуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сіздермен болған Жұлдыз.